أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. Ey iman keltirgenler deydi. Ya eyyuhan nas, ya eyyuhal muslimun demeydi. İman eğer Kur'an'da ey iman keltirgenler degen sözben kelse Allah'ın ерекше мейірімін, рақымын білдіреді. Өйткені иман ешкім мәжбүрлі түрде иман келтірмейді. Ол иман өзіміздің қалауымызбенен тапқан, ұстанған жолымыз. Біреу сені мұсылман мәжбүрлі түрде мұсылман қылды ма, иманға алып келді ме? Жоқ. Өзіміз қаладық. Өзіміз Аллаға иман келтіріп, өз еркімізбенен мұсылман болдық. Өз еркіңмен, қалауыңмен таңдаған иман арқылы саған Алла үндеп отыр. Я аyyuhallazina аману кутиба. Жазылды дейді. Бұл жерде форида парыз етілді деп тұрған жоқ. Кутиба деген сөз акрамакум. Алла сендерді осы бір құлшылықпенен оның астарында Алланың тағы мейірімі бар. Жазды дейді. Сіз саған дәрігер дәрі-дәрмек жазып берсе ауруыңа не дейсің? Рахмет дейсің. Саған жаны ашыған оның жазып береді. Алла тағала бұл оразаны сендерге жазды дейді. Неге жазды? Сен үшін. Саған керек ол. Оның көптеген қыры бар. Оның дин саулығыңа да, оның нәпс, өзің рухани жан дүниеңе де, өміріңе де тағы. Оразаның өте көп пайдасы бар. Демек, сенен де артық білетін біреу саған жазып беріп тұрды. Сосын айтады, Алланың тағы мейірімі көрініс табады. Қорықпаңдар. Бұл оразаны сендер бірінші рет ұстайын деп тұрған жоқсыңдар. Кама кутиба алаллазина мин qablikum. Бұл бұндай құлшылық түрі сендерге дейінгі қауымдарда да болған. Бұл жаңа дүние емес. Барлық қауымдарда болған бұл құлшылық түрі. Лааллакум таттақун. Бірақ бұл жерде естеріңізде болсын. Алла тағаланың парыз еткен амалдары, ораза болсын, намаз, зекет, қажылық, бұл амалдар иманның жемісі. Бізге я аyyuhallazina аману деп иман келтіргендер деп оразаны алып келіп тұрма Алла тағала. Демек иманның жемісі болған оразаны бізге жазды. Енді лааллакум таттақун. Иман менен амалдың жемісі ол тақуалық. Өйткені мынадай сахих хадис бар. Фәмән ләм яда қаула зури вәл амала бихи. Кімде-кім жалған сөйлеуден, соған сай амал етуін қоймаса дейді. Фәләйсә лиллахи хажатun фи айяда фи Мән яда таама шараба. Алла пайғамбарымыз айтады. Кімде-кім жалған сөйлеуін, соған сай жаман әрекет жасауын тастамаса, Алла тағалаға оның тамақтан, сусыннан тыйылуының түк қажеті жоқ дейді. Оразада сен ауыз бекіттің, бірақ ас-сауму имсак, тыйылу деген мағынаны береді. Сен тек қана тамақ ішіп жеуден ғана тыйылып, басқа нәрселерден тыйылмаған болсаңыз, фәләйсә лиллахи хажа. Аллаға сенің ішіп жемнен тыйылғаның қажеті жоқ дейді. Нақты аудармасы осылай хадистің. Яғни оразаң түкке тұрғысыз сен. Бұл жердегі қаулы зур, жалған сөйлеу, нақақтан жала жабу, соған сай амал ету деген, демек сенің ұстаған оразаң
істеген ізгі амалыңның нәтижесі көрініс таппады деген сөз. Бұл ислам кешенді жүйе, бір-бірінен ажырамайтын жүйе. Аллаға иман келтіріп, періштелерге иман келтірмесең тағы болмайды. Сол секілді иман келтірдің бе, иманның нәтижесі, жемісі, амал еткеннен кейінгі оның нәтижесі сенің көркем мінез құлық болу керек. Егер ол жемісін бермесе, сенің амалыңда кінәрат бар. Егер сенің намазың инна салата танха анил фахшай вал мункар, шын мәнісінде намаз арсыздықтан, жамандықтан тыяды дейді. Тыймады ма, сенің құлшылығыңда кінәрат бар. Салғырттық бар. Иман да солай. Иманның жемісі ол имандылық. Ал имандылық көп нәрсені қамтиды. Білесіздер, әл-иману бид'ун ва ситтуна ау саб'уна шу'ба. Пайғамбар айтады, иман 60-тен немесе 70-тен астам бөліктен тұрады дейді. А'лаха, ең жоғарғысы ла илаха иллаллах. Ең жоғарғы иман ол Алладан басқа тәңір жоқ деп иман келтірдің. Әднаха, ең төмені имататул адани тариқ. Жолда біреуге зияны тиетін нәрсені жолдан алып тастау да иманнан дейді. Сен ойлама, иман Аллаға сендім болды. Жоқ, иманның көп жақтары бар. Яғни біреуге зиян тиетін нәрсені жолдан алып тастасаңыз, ол да сенің иманыңның көрсеткіші. Бұны неге айтып отырмыз? Ла'аллакум таттақун. Ораза ұстап, сол ораза ұстау арқылы сол оразаңыз сізді тақуалыққа жетелеу керек. Сосын айтады Алла Тағала. Тағы да қараңыздар. Алланың ерекше мейірі. Қорықпаңыздар, бұл ораза айлар бойы, тіпті күні түні ұстайтын нәрсе емес. Аяттың жалғасында айяман мa'дудат, белгілі күндерде ғана. Белгілі күндерде. Рамазан айында белгілі, Рамазан айында ғана, оның ішінде де белгілі сағаттар, 24 сағат ораза ұстамайсың. Аңыздар, белгілі күндерде ғана, тағы бұл Алланың мейірімі. Содан кейін тағы да келесі аяттарды қарасақ, Алланың мейірімі одан бетер пендесіне көрініс таба бастайды. Сосын айтады Алла Тағала: "Фаман кана минкум маридан ау ала сафарин, фаидату мин айямин уха." Егер сендерден бірің науқас болса, сапарда болса, басқа күндер ұстасын дейді. Бұл да жеңілдік пе? Ол жеңілдікті кім берді? Жоқ, ауырсаң да ұстайсың деген жоқ. Алланың тағы бұл рақымын көрсетіп отыр. Кейбір мұсылмандар қателеседі. Оразада ауырып тұрса да Рамазанның берекеті, сапарда жүрсе де Рамазанның берекеті жоқ. Алла Тағала рұқсат берді саған. Алла қаласа сол берекені Рамазаннан кейінгі ұстаған күніңе де қоя алады. Алланың құдіреті шексіз. Өзі рұқсат берді, сен кімменсің? Ғибадатпен біргесің бе, әлде Алламен біргесің бе? Алла Тағала басқа күні ұста деді саған. Егер Рамазаннан кейін басқа күні ұстасаңыз, сол Рамазандағы сауапты да сол күні ала аласыз, 100%. Алланың несі? Тағы да пендесіне берген ерекше мейірімі, рақымы. Содан кейінгі аятта тағы келеді. Не дейді? Шамасы келмегендер фидия берсін дейді. Ол тағы да мейірім. Сосын тағы қайталайды. Науқас болса, сапарда болса, басқа күн ұстасын, Алла сендерге жеңілдік қалайды, ауыртпашылық қаламайды. Қараңыздар, ислам сондай бір керемет, құдіретті дін. Ол біз үшін, біздің пайдамыз үшін осындай құлшылық беріледі, бірақ бізге көп жеңілдіктер ұсынылады. Бұның барлығы Алланың мейірімі, рақымы,